Ал қанша батарейканы берсек, қанша литр су ала аламыз? Бір батарейкаға бұл проект бізге 200 миллилитр су береді. Және бұл жерде бізде дисплейден біз осы проектқа қанша батарейка салғанымыз көреміз. Мысалы, проектқа 2 батарейка салсақ, ол бізге 400 миллилитр су береді, яғни 2 есе көбейтіп береді. Және де дисплейде ол инструкциясы тұрады. Бұл электрондық инструкция, ол адам білмей тұрса, сөзіне қарай алады. Мысалға, жазып тұрады, insert battery. Бұл батарейканы өзінің белгілі бір жеріне салыңыз деген сөз. Қазір көшелерде тиын салсаң су беретін дүние құрылған тұр. 50 теңге салсаң 5 литр су ма сондай аласың. Енді ақша бермей-ақ, жаңағы ескі батарейкаларды жинап, соны өткізіп, содан да су алуға болатын болып тұр ғой. Бұл өте жақсы ғой енді. Үйде жатқан құран шейін батарейкалар қазір қайда тасайтын білмейсің, шынымен де. Қоқысқа жатады, басқа жерге жатады. Ол отқа түссе, ол атылады, басқасы бар. Біраз нәрселерін ластайды екен, бұл жігіттердің өздері айтып отыр. Ендеше бірден көрсекші, бұл қалай жұмыс істейді қазір? Көрермендерге қызық болып тұр осы. Алдарыңызға алып алсаңыздар дейді. Үстіге көрсек болды, жақсы. Былай шетке қарай тұрып алсаңыз, камераны жапай көрсек. Ал қане бұл қалай жұмыс істейді? Қазіргі таңда бізде бірінші мынандай коробочка болады. Былай тұрсаңыз, қорапша, бұнда батарейкалар жиналады. Осы батарейкалар біз утилизацияға жібереміз. Және де бұл экологиялық жағдайды жақсырақ жасауға әкеледі. Қазір менің досым көрсетеді қалай жұмыс істейтінін. Бұл жерде 2 слот бар, яғни бірінші слотқа біз батарейканы тығамыз. Екінші слот ол қоқысқа арналады. Және бұл жерде тексеру этапы. Қазіргі ең бірінші тексеру этапы ол фоторезистор. Фоторезистор ол жарықтың өлшемін тексереді. Мұнда лазер ол жанып тұр. Батарейка салған кезде лазер жабылып қалады, себебі батарейка оны жабады. Және фоторезистор соны көреді, барабанды артқа апарады. Сервопривод оны итеріп, белгілі бір кнопка қосылады. Және де сол кнопка басылса, ол оны тексердеп. Енді су алуға болады деген сөз. Жасыл светодиод жанады. Қазір жасыл жанып тұр. Су ала аламыз ғой. Сіз қазіргі бутылка немесе белгілі бір фонтанчик тұр. Фонтанчик ол... Мысалы бізде батарейка бар, бірақ бутылкамыз жоқ болса, біз осы фонтанчикті қосып, осы суды ауызбен ішеміз. Мысалы қазір мен көрсетемін. Міне фильтрдан су өтті, енді фонтанчиктан су атты. Біз бутылкамен және фонтанчикпен де 200 мл су аламыз бір батарейкамен. Қазір бір батарейкамызға берген су ма? Енді басында проект қосқанда бізде фильтрдан өтті трубамызбен су. Сол себепті басында аз батарейка, аз су, ал келесінде бізге көбірек алады. Қазіргі таңда екінші батарейка. Бұл екінші батарейканы біз сізге қалай бөтелкемен жұмыс істейтінін көрсете аламыз. Бұл қазіргі көшеде тұрған құралдарға сәл ұқсайды екен, иә? Бірақ қиын емес, одан батарейканы саламыз. Батарейканы тексеріп алады. Осы екінші өте қызық. Мына бізге көп мөлшерде су берді қазір. Бұл батарейканың түріне де байланысты ма сонда? Бұл батарейканың түріне байланысты емес. Себебі біз қазір бір батарейканың бір ақ түріне ғана жасадық. Бұл өкінішке орай қазір ғана, бірақ кез келген түрі бола береді, болашақта кез келген түріне де жасаймыз. Және проекттің ішкі құрылысына айта кетсек, бұл жерде бізде аккумулятор, түрлі сымдар, түрлі сымдар тұр. Және Arduino платасы, драйвер, және де преобразователь, 2 насос және 2 реле. Және де батарейканы қабылдау үшін өзінің механикасы бар. Барабанда белгілі бір